Ассалаумағалейкум, құрметті радиолар, қалайсыңдар? Денсаулықтарың қалай? Бәрі жақсы ма? Өкінішке орай, біздің қарапайым қайрат сериалы осымен аяқталды. Деп ойлап қалмаңыздар. Біздің сериал әрмен қарай жалғасады. Олай болса, сіздерді YouTube арнасында күтетін боламыз. Біздің 2-ші маусым басталады. Жақында біздің көрермендердің назарына, яғни сіздердің назарларыңызға қарапайым қайрат сериалының 2-ші маусымының 1-ші сериясын жабық көрсетілім ретінде ұсынатын боламыз. Ол жабық көрсетілімде түрлі қызықты приздар ойнатылатын болады, жіберіп алмаңыздар, ал ол жабық көрсетілім Алматы қаласындағы Art House-та болады. 2-ші маусымның 1-ші сериясын бірінші болып көруге асығыңыздар. Ал барлық мағлұматтар қарапайым қайраттың ресми парақшасында айтылған. Сол жерге кірсеңіздер, барлық анықтаманы сіздерден біліп аласыздар. Сосын біздің жабық көрсетілім керемет тусовка болады. Келіңдер обязательно. Қарашы, біздің мекен-жайымыз Мақатаев көшесі мен Масанчи көшесінің қиылысы. Сәл ғана бері жүресіздер. В общем, Art House-та болады. Екінші мегацентрдің арт жағында, короче, суретке түсеміз, подвалға түсеміз, душқа түсеміз десем болмайды негізі. Сосын ең бастысы біздің қарапайым конкурс жалғасып жатыр. Ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің бізге жіберген видеоларыңыздың бәрін тамашаладық. Өте керемет, тамаша. Дәл солай жалғастыра беріңіздер. Кейін потом роднойлар бар ғой, надо будет бар ғой, анау бүкіл братва, родной, туысқан, қандастар бәріне айтпаңдар, надо будет 2-ші сезон түсіп сағамыз уже бар ғой. Дұрыс жағынан ғой, роднойлар атак, дұрыс жағынан. Келіңдер, плотно, общение, печенье, бейби, напиши сообщение, этой ночью будет удовлетворение десем тоже болмайды негізі. Олай болса, құрметті көрермендер, біз сіздерді күтеміз, бізбен бірге болыңыздар. Чао, бонжорно. Мен сөз бонжорно. Мына кешірмен... Ох, бля, кешір. Здесь говори, что ты из-за каких-то мамбетов сейчас будешь мне что-то говорить? В смысле мамбет? Вот так, в смысле? В смысле? А что ты смеешься? Топас, менің абыройым төктің ғой тазиктап, қасықпен жинаған. Челектеп. Жігіттер, не болып қалды, тыныштық па? Мамбет, на место сядь, хули ты вылез, блядь. Пошел нахуй со своим шпагатом.